Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге бүгін бауырдан жасалатын котлеттер жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын тіркеліп қоңырау шаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге нанымыздың үстіне жылы сүтімізді құйып, жібітіп аламыз. Және бізге бір дана сәбіз қажет болады, және 2 орташа картоп, және 1 пияз қажет болады. Жақсылап осының барлығын үлкендеу етіп, турап дайындап аламыз. Және бауырымызды алып, шандырынан ажыратып алып тастаймыз. Енді үлкендеу етіп турап дайындап аламыз. Барлығын дайындап болған соң, ет тартқыштан немесе мен сияқты блендермен ұсақтап алсаңыздар болады. Енді таза ыдысымызға осы бауырымызды ұсақталғанды салып аламыз. Және көкөністерімізді дәл солай ұсақтап алатын боламыз. Және жібітілген нанымызды да үстінен салатын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұзымызды салып, үстінен 2 дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығы бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне бізде дайын болды, араластырып. Енді қызып тұрған табамыздағы майға қуырып аламыз. Осылай бір қасықтан сала отырып, қуыратын боламыз. Өзіңіздің формаңызға қарай үлкендеу етіп жасасаңыздар да болады. Тегістеп, әдемілеп жасасаңыз болады. Беті сарғайғаннан соң екінші бетіне аударатын боламыз. Бауырдың құрамында адам ағзасына өте пайдалы, құрамында гемоглобин көп, сондықтан егер гемоглобиніңіз аз болса, тұтынып жасап көріңіздер. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тез піседі, сондықтан көп ұстап қоймаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Міне енді піскен котлеттерімізді қағаз үлгісіне сүзіп алатын боламыз. Дәл осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің бауыр котлетіміз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Егер видео ұнаса, тіркеліп қоңырау шаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.